Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қазіргі тренд болып жатқан бенто торттың, яғни корейский мини тортиктардың рецептін сіздерге ұсынамын. Бұл сіздің жақындарыңызды қуантуға ең керемет сыйлық болып шығады. Біздің бисквитімізге жұмыртқа, қант, ұн керек болады. Енді біз құрғақ ыдысымызды алып, ішіне жұмыртқамыз бен қантымызды салып, миксермен әбден шайқап алатын боламыз. Осылай ағарғанша әбден шайқап алыңыздар. Сосын барып, осындай консистенцияда болып шығады. Енді біртіндеп ұнымызды қосып отырып, астынан төмен қарай жайлап тұрып араластырамыз. Енді пергамент қағазын алып, осының үстіне жаңағы қамырымызды орналастырып шығамыз. Енді 170 градусқа осы бисквитімізді пісіріп алатын боламыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Шиеге қант пен кішкене крахмал қосамыз да, жай отқа қойып қоямыз. 1-2-3 минуттай қайнатамыз да, және суытып қоямыз. Міне біздің бисквитіміз пісті. Енді бұны біз решеткаға қойып суытып алатын боламыз. Енді біз осындай форманы аламыз. Диаметрі 10 см мендегі форма. Бұл жаңа кондитер дүкендерде сатылады. Осындай форма жасап аламыз. Енді крем жасайтын боламын. Мен крем чиз жасаймын. 33% сливкиді алып, құрғақ ыдысымызға құямыз. Және де үстіне қант ұнтағын, және де творожный сыр қосамын. Және де қоюланғанша әбден миксермен шайқап аламыз. Сливкиді шайқаған кезде бірінші жай жыламдан бастайсыздар, сосын барып жоғарылатасыздар. Сонда сіздің сливкилеріңіз жақсы шайқалып қою болады. Енді осындай креміміз осындай болып шығу керек, өзінің формасын жақсы ұстайтын. Енді коржымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен біз пропитка жасап алуымыз керек. Сироппен болсын, сүтпен болсын, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Енді крем чизімізді кішкене жағып аламыз. Енді жан-жағын қоршап шығамыз, видеода көрсетілгендей етіп.
Енді ортасына біз жаңа шиеден жасалған салмамызды саламыз. Салмасы сіздер құлпынайдан жасалған немесе жаңғақ қосылған неше түрлі карамельдер қоссаңыздар да бола береді. Әркімнің өз фантазиясына байланысты. Енді осы видеода көрсетілгендей етіп тағы да жинап аламыз. Міндетті түрде пропитка жасауды ұмытпаңыздар. Сонда сіздердің қоржындарыңыз жұмсақ болып шығады. Осылай жинап алған соң 5-10 минутқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Қалғандарын да осылай жинап аламыз. Енді біз қалған кремнен осылай краситель қостым гелевый. Ол жаңағы кондитері дүкендерде сатылады және өз фантазияларыңыз бойынша әсемдеп шығасыздар. Менде осы рецептпен 3 мини тортиктар шықты. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Міне мен 3 тортымды да әсемдеп шықтым. Осындай қорапшалар бар. Арнайы бенто торттарға арналған кондитерлік дүкендерде. Өзімен алып жүруге өте ыңғайлы. Өте керемет, өте әдемі, сүйкімді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім.